Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Райхан. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез жасалынатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ал олай болса, салатты бастайық. Бізге ол үшін бірінші краб таяқшасы қажет. Крабты осылай жіңішке ұзын қылып турап аламыз. Келесі ингредиентіміз біздің қияр. Қиярды жуып, тазалап, ортасынан бөліп, жіңішке қылып тураймыз. Турап болдық, енді жүгеріні қостым. Аздаған майонезбен дәміне қарай тұзды сеуіп, салатты жақсылап араластырамыз. Міне достар, біздің салат дайын болды. Көрінісі де өте әдемі, дәмі де ерекше әрі тез жасалынады. Бетіне сәндік үшін картоптың пюре таяқшаларын пайдалансаңыздар болады. Ас болсын.